Жетісу облысы құрылғалы бері соңғы 3 жылда бізде спорт саласында жақсырақ жаңалықтар бар. Облыс әкім қолдауымен осы 3 жылдың ішінде 39 спорт нысаны жаңғыртылып, сонымен қатар пайдалануға берілді. Осының арқасында республикалық деңгейде біз 1000 адамға шаққанда спорт инфрақұрылымымен қамту деңгейі 70%-ден асып отыр. Бұл республикалық көрсеткіштердің жақсы деңгейінің бірі болып саналамыз облысымыз. Және де осы спортқа жасалған қолдауының арқасында біздің республикалық спорт федерациялары Жетісу өңіріне басын бұрып, түрлі республикалық жарыстарды өткізуге құлшынып отыр. Осы жарыстардың барлығы Талдықорған қаласында ұйымдастырылады. Бұл дегеніміз облысымызға туризм саласында да болсын, жалпы спорт саласында болсын үлкен серпіліс деп айтуға болады. Өйткені бір айдың ішінде 6-7 үлкен спорттық республикалық деңгейдегі жарыстар өткізілмек. Қазіргі таңда республикалық жарыстарға 6000-ға жуық қатысушы мен спортшы қатысады деген жоспарлап отырмыз. Енді алдағы уақытта мамыр айында осы жарыстардың куәсі болмақшымыз.